Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Күнделікті көріп жүрген қар немесе жаңбыр жауды десе, ешкім таң қалмайды. Алайда аспаннан балық немесе өрмекші жауды десе, ешкім сене қоймасы анық. Бүгін сіздерге ерекше құбылыстар жайлы айтатын боламыз. Сіздермен бірге Алтын балта арнасы. Мың 1970 жылдары Мексиканың Мехико қаласында ерекше құбылыс орын алды. Аспаннан жаңбырдың орнына балық жауды. Ойлап қараңызшы, жаңбыр жауып тұр деп, қолыңызға қол шатыр алып шықсаңыз, аспаннан балық жауып тұр. Бұл сәтте не ойлауды айтуда қиын. Көпшілігіңіз бұны өтірік, қалай пайда болады деп жатқан шығарсыз. Бұндай жауын торнадоның кесірінен болады. Торнадо мұхит бетіндегі балықтарды аспанға көтеріп, ұшырып алып кетеді. Құрлыққа келіп, күші бәсеңдегенде балықтарды жерге түсіреді. Осындай құбылыстарды торнадо көп болатын мұхитқа жақын жерлерде көруге болады. Тағы бір таңғажайып құбылыстардың бірі ол өрмекші жаңбыры. Бұндай құбылыс Американың Уэльс штатында 2012 жылы орын алды. Бұны көрген адамдар не болып жатқанын түсінбей қорқып қалды. Кейбіреулері ақыр заман келді ма деп ойлады. Ал мамандар болса, бұл жай ғана құбылыс екенін айтып, адамдарды тынышталдырды. Жердегі өрмекшілерді қатты соққан жел аспанға ұшырып алып кеткен, содан осылай болғанын түсіндірді. 2008 жылы орын алған Таиланд елінде қанды жаңбыр деп аталып кеткен жаңбыр жайлы айтайық. Өйткені бәрімізге белгілі ақ жаңбыр емес, қызыл қан түсті жаңбыр жауды. Бұл қалай деп жатқан шығарсыз. Осы жердің адамдары бұндай жаңбырды 10 жылда бір рет көруге болады дейді. Алғашында бұны метеориттің кесірінен деп ойлады. Тексеріп келе, заводтан шыққан қызыл түтіннің кесірінен қызылға боялған жаңбыр екені анықталды. Акула жаңбыры дегенге қалай қарайсыз? 2009 жылы Испанияда акула жаңбыры болды. Үлкен акула қалайша аспаннан түсті деп жатқан шығарсыз. Бұл олардың кішкентай балалары еді. Бұл акулалар да торнадоның кесірінен түскен болу керек. Видеомыз ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.